Unutmamak. Siz böyle. Bak şimdi ne olur? Ağzı kalmasın. Қазір Алия Ортаева келсін қазір. Тағы журналистер келеді. Бәріміз бірге кіреміз. Жоқ, бұл журналистер жоқ бізге. Только сіздер басқармасының өкілі айтты. Біз бәрін кіріп келе аламыз. Сізге тағы да қайталап айтамын. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңның 20 бабының 1 бөлігіне сәйкес, тағы да айтамын. Кез келген журналист, кез келген мемлекеттік мекемеде видео түсірілім жүргізілуіне құқылы. Міне, Алия Ортаеваны журналист ретінде шақырған болатын. Колледж басшылығы бәрін жауып жатыр. Міне, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мен қазір ғана ресми фактор газетінің бас редакторына хабарласып арызданған болатынмын. Журналистің құқығы шектеліп жатыр деп. Сол мезетте журналист келе жатыр деген естіп, колледж басшылығы қақпаны жауып қойды. Өз көздеріңізбен көріп тұрсыздар. Мінекей. Барасқа көресіз бе, көрмейсіз бе? Келсін қазір, тұра тұрыңыз. Жоқ, біз ешкімді күтпейміз. Көрсеңіз көріңіз, көрмесеңіз болды. Мінекей. Енді мынау бүкіл журналистердің бәрін шақырып біз енді 5-те жұмыс бітті. Я пишу, просто мне вопрос свои есть. Свои данные дам. Жоқ, көресіз бе, жүріңіз, прямо эфиріңізде тұр ма? Журналист мырза. Қазір сіз тұра тұрыңыз. Көздеріңізбен көрдіңіздер, қақпаны кәдімгідей жауып қоя салды. Қақпаны құлыптап қойды. Сағындық Жаныспаев Қалдыбекұлы. Қандай? Сағындық Жаныспаев Қалдыбекұлы. Сағындық Жаныспаев Қалдыбекұлы. Дұрыс айттым ба? Жоқ, сіз кім боласыз? Мен түсіріп тұрғаным. Бөлім меңгерушісі. Мен сізбен сұхбат құруға келген жоқпын. Мен полиция өкілдерімен жүрмін. Мен айттым ғой. Мен сізге дұрыстап айтасыз ба? Жоқ. Мен бір рет айтылдым, болды. Жоқ, аты жөніңіз кім, айтып жіберіңізші? Сізден мене не керек? Мен жай адаммын. Мен ақпарат таратып жатырған адаммын. Мен журналистпін, тағы да айтамын. Мен осы колледж жайында бейне шолу жасауым керек. Мен айттым, Сағындық Жаныспаев Қалдыбекұлы, тағы да айтамын. Жаныспаев Қалдыбекұлы ма? Иә. Ол рахмет сізге. Мінекей, Алия Ортаева қазір сыртта тұр, есікті жауып қойды. Можно, нан ашып жібересіз ба? Ашсаңызшы. Жоқ, ашсаңызшы, мен қалай өтем? Жоқ, ашсаңыздаршы, мен Алия Ортаеваға баруым керек қой. Сіз көресіз бе, көрмейсіз бе? Жоқ, мен көрем ғой енді. Индустриалды техникалық колледжі, бірақ басшымен кездесу мүмкін емес. Алия әпке есікті сіз келген кезде жауып қойды. Құлтап қойды. Енді сізді кіргізуге рұқсат бермей тұр. Журналист ретінде міне сізді кіргізбей тұр. Ал мен өз арызымды жаздым әріптестерімен. Жоқ, бұл мемлекеттік. Толықтай мемлекеттік. 1625 студент. Толықтай мемлекеттік. Фотоаппараттағы жігіт аты жөніңізді айтыңызшы. Лицензияңыз бар ма? Түсіретін мені. Мен журналистпін, бұқаралық ақпарат құралдарының.
Жоқ, сіз колледжде болғанда Сіз сіздің түсіріп ата-енеңіз машина түсіріп отқан шығар. сіз кімсіз? Алып, көшіріңіз. Заведующий болсаңыз, сіз айтыңыз, кез келген журналисті, басқа да тұлғалар түсіру үшін ең бірінші кезекте қолдарында рұқсат хат болуы мүмкін. Мен қазір Сізде бар ма? Мен сізге көрсетіп тұрмын. Журналист Алия Ортаева. Дәл осы орында, осы постты және де осындағы тұрған қызметкерлердің менің заңдық құқығымды таптап атқандығы жөнінде Қазақстан Республикасының білім министріне жолдаймыз. Осы қазіргі болып жатқан жағдайға байланысты нақты бағасын беру туралы. Мен енді кіруге бір мүдделі азаматша емес, мен қазір әріптесім үшін келіп тұрмын. Я мен әріптесім ретінде айттым. Ары жүру керек, ол Жоқ, аралап шықсын да деймін, ары жүр емес, аралап шықсын деп отыр. Өзіне ғана рұқсат беру. Маған көрсетпей жатыр. Әли әпке мен колледждің Сағындық жалпы жағдайды айтшы. жалпы Алия Ортаева ханым ресми фактор газетінің директор, бас редактор. Мен өзіңіз білесіз, сіздің әріптесіңіз, журналистпін. Студентте тұрған сияқты. Иә, мені шығармай қойды. Оны тікелей эфирде көрсеңіз болады. Тікелей эфир жүргізіліп жатқан кезде мен оны түсіріп алдым. Мен мына қалай ашылады деген кезде шығармай қойды. Сіз келе жатқан кезде бүкіл қақпаның барлығын қолтап жауып қойды. Мен енді бұл жерде бұл колледждің материалдық техникалық базасын түсіруге осыдан 4 күн бұрын келген болатынмын. 4 күн бұрын келіп, басқарма басшысына Шәмшиева Нұргүл ханымға ескертіліп, баспасөз хатшысы Ұлжан Төленге ескертіліп, айтылып, осы колледжге келе жатырмын, осы колледждің жұмысын тексеруге, жаңағыдай осы колледждің материалдық техникалық базасын көрсетуге, халыққа журналистік зерттеу жүргізуге рұқсат алған болатынмын. Білім басқармасына ескертіп жүріп. Бірақ та мені 4 күн бойы Сіз тура түрмедегідей қамауда тұрсыз. Сағындық байқаймын, өйткені мені кіргізіп тұрған жоқ. решеткінің барлығы Мені шығармай тұрды жаңа ғана. Мұнан қалай шығару керектігін жібермей тұрды. Ол бірінші. Екінші, жоқ, жаңа ғана сіздер жібермедіңіздер ғой. Сізге ешкім қазір ештеңе деп жатқан жоқ. Жөндеп сөйлесін, өтір. Сіз кімсіз? Аты жөніңізді айтасыз ба? Барлығы тікелей эфирде көрсетіліп тұр, аға. Барлығы тікелей эфирде көрсетіліп, мен өтірік айтсам. Сағындық тоқташы. Сонда осы мекеменің жұмысшысына журналистке дөрекілік танытуға бола ма не? Бұйыруға бола ма? Сізге ол құзыретті кім берді? Сізге кім берді? Жоқ, сіз бірінші сұраққа жауап берсеңізші, мен сізден ұрысқым келіп тұрған жоқ қой. Жоқ, сіз мені жаңа ғана шығармай қойдыңыздар ғой, мынан қалай ашылады деген кезде. Сіз енді келіп тұрсыз, жаңалдан бері кіргізбедіңіз ғой. Жалпы білім және білім министрлігінің назарына дәл осы азаматтың әдебін, өйткені елдің баласын оқытқан адам ешқандай дөрекілікке бармау керек. Қарап беруіңізді сұранамын. Бұл кісінің аты жөні белгісі және де маған өте өктем сөйлеп тұрғанын осы эфирден көріп отырсыздар, басшылыққа алуларыңызды сұранамын. Одан кейін мына кісі қазір түсіріп отыр. Қандай мақсатта түсіріп отырсыз? Телефоныңызды біраз ба? Көрсетіңізші. Біраз ба? Жоқ, өшірмеңіз. Қашсы сағындық. Да? Түсіріп тұр, түсіріп. Мен ескертемін, егерде бірде бір видео менің рұқсатымсыз қандай да бір провокационный действияға байланысты пайдаланылатын болса, осы жөнінде Қазақстан Республикасының білім министрлігіне тікелей сізді орныңыздан алып тастау туралы ұсыныс тастаймын. Өйткені сіз мемлекеттік мекемені өзіңіздің жеке басыңыздың үйі ма, жайы ма, не екенін білмеймін, жеке басыңыздың ғимараты ретінде пайдаланып тұрсыз. Бұны мен ескертемін. Қазір журналист кірамай тұр ғой. Журналист кіре алмай тұр. Сіздердің жұмыстарың сағат 6-да біту керек. Мені кіргіздіңіздер, енді шығармай тұрсыздар. Сағат 17:23 мінекей. Осындай колледжді жеке бас пайдасының жеке мүлкі ретінде пайдаланғаны үшін осы кісіні заведующийлықтан алуға Нұргүл Шәмшиева ханымға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының білім министріне ұсыныс тастаймын. Себебі журналисті кіргізбеген бір, қазір шығармай отыр, екі, ақпаратты жасырып отыр. Жалпы кез келген журналистің жұмысына кедергі келтіру Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексімен жазаланатын сіздерге де ескертемін. Сағындық ары қарай кет. 4 күн бұрын Әлия әпке осы жерге
журналистік зерттеу бойынша басқарма тарапынан рұқсат алып келген болатынмын, ескертіп осы колледждің жұмысын, жаңағы материалдық техникалық базасына журналист ретінде зерделеу жұмыстарын жүргізіп ақпарат таратуға келген болатын. Бірақ та мені жаңағы заңгері осында тұрған Заңгері қайсысы? заңгері қазір ішінде екінші қабатта тұр, полицияға арыз жазып жатыр. Мен де жаздым ол кісінің атынан. Сіздің үстіңізден полицияға арызданып жатыр ма? Я менің үстімнен арызданып. Мінекей дәл осы инновациялық техникалық колледжінің заңгері бар, басшысы бар, қосшысы бар, өзінің қызметін асыра пайдаланып жатыр. Демек бұл жерде бұлар жасыратындай арызданып журналистті қудалауға алып келген тірлігіне қарап айтып отырған әңгімем бұл. Қандай да бір жасырған тірліктері бар. Мемлекеттік меншік, мемлекеттің қаржысы, ел президенті айтқандай әрдайым елдің көз алдында ашық болу керек, мемлекеттік қаржысына, сондай-ақ мемлекеттің меншігіне. Аты-жөніңізді айтасыз ба? Заведующий мырза. Кешіріңіз, сіздер қорғаушыны қандай себеппен шақырдыңыздар? Не себепті арыздандыңыздар журналисттің үстінен? Бола ма сізді бір минутқа? Жоқ, енді сіз қазір юристіңізге не себепті арыздандыңыз деп басшысы ретінде. Заңгеріңізді шақырыңызшы енді, өтініш. Заңгеріңіз қайда? Мінекей. Мінекей, әпке, заңгері келе жатыр. Саламатсыздар ма? Мына сіздердің решеткадағы түрме сияқты мекемелеріңізге кірсек бола ма? Мына кісі. Қаншада Иісі шығып тұр. Жүзек шақырдым, мені жазбай тұғын. Экспертизаға. Я. Тоқтаңызшы, сіз бір минутқа шақырып жүрсіз. Сізден кімді шақырып? Қазір экспертизаға барамыз. Сіз колледжде откуда они, которые приехали месяц назад. Бұдан құқық қорғаушылар егер бұның арызымен алған болатын болса, демек бұл мекемеде қандай да бір жасыратын нәрсе бар. Жоқ, сіз тұра тұрыңыз. Мен сізді 102-ге беріп экспертиза жасаймыз. Мы сейчас будем экспертизу сделать. Кешіріңіз. Ішімдік ішсіңіз бе, жоқ па? Бұл кісі қазақша сөйлемейді, тек қана орысша. Говорят, что вы выпившая. Я? Выпили? Я? Да. А при чем тут это? Я вообще... Нет, вы выпили? Сейчас выпившая? Жарайды енді. Если не выпившая, Есть. подождите. Это какое отношение имеет совершенно к этому делу? Давайте, если вы Жоқ. выпившая, мы будем сейчас идти в... Не телефон там? Қазір мына кісінің телефонын алып кетеміз. Аты жөніңіз? Ғалымжан. Ғалымжанның телефонын алып кетеміз. Сіз дөрекілік танытқан. Кім болып жұмыс істейсіз? Жұмысшы. Тағы бірі болды ғой, шығып кете бермей ма деген кім ол? Осы сіз ба? Не, мен сонда қазір деп сөйлеп тұрды ғой. Эфирінде тұрған. Ол кім? Кете берші деген кісі да нұрболат. Бол, бұны біліп тұрмын ғой, жоқ. Охрана ма кім ол? Сіз ба? Тура осы тонмен айттыңыз ба? Есікті ашы, қазір шығара саламыз деп. Ішіңіз қамап ұстап тұрған жоқ қой дедім. Жоқ, оны сіз қандай тонмен айттыңыз? Кеше біз білім басқармасының алдында құрметті оқырман, тыңдарман, көрермен қауым айта кетейін, білім басқармасының алдында отырған кезінде олар адамның эмоциясымен жұмыс жасайды екен. Сағындық Жаныспаевқа сіз неге ехидна күліп отырсыз деді. Біз де эмоцияға назар аударуға бізге Шамшиева ханым жол ашып берді кеше. Демек бізде әрқайсының эмоциясымен жұмыс жасаймыз. Қандай привет, сондай ответ. Сол үшін әрбір айтылған сөздеріңізге ол балағат болмаса да ол құрметсіздік. Журналист құрметсіздікке лайықты тұлға емес. Журналист ақпарат алушы, таратушы, беруші. Сіз өзіңізді қалай сыйлайсыз, солай журналистті де сыйлауыңыз керек. Әлде өзіңіз дөрекілік танытып жүре аласыз ба?
Нені жазыңыздаршы телефон. Жаспен қазір алып. Опа, Renault 7 сериясын жазсаңыздаршы. Саламатсыз. Опа, Renault 7. А телефоне деген бар, сол жерде серия көрсетіледі. Іште ма айтпыш. Айда кешетір. Жоқ іштен келin өзіңіздің. Жаза беріңіздерші. Саламатсыз ба? Мен өзіме қолайлы тілде Я қазақша түсінбеймін. Кешіріңіз. переводчик шақырыңызшы мында. Когда вы сами должны обеспечить. Переводчик шақырыңызшы мында. Сіз менімен ұрысқыңыз келіп тұр ма? Вы нарушаете мои права конституционного первого. Да? Вы кем являетесь? Я являюсь юристом колледжа. Колледждің юристісіз. Колледждің юристің кеше ішті деп күдіктелді. Жалпы, да. Что? Онда сіз өзіңіздің ішпегеніңізді дәлелдеу үшін экспертизаға. Ну давайте екеуіңізді экспертизадан бүгін барып өтеміз қазір. А вы Жоқ, кто? онда екеуміз Вы кто? өтеміз. Почему я должна личное свое время, вернее рабочее, тратить на какую-то экспертизу? Потому что Я журналист не говорит. собираюсь этого делать. А зачем мне это делать? Абсолютно. Мне зачем? Вы это сейчас делать? где находитесь? Я Дома? нахожусь в колледже. В колледже. На своем рабочем месте. Так, басшысы. Осы орайда әр қызметкердің басшылығын белгілі бір межеге босата тұруға және шешім қабылдай аласыз ғой сіз. 3 сағатқа дейін шешім қабылдай аласыз. 3 сағатқа дейін бұл кісіні біз полиция бөліміне барып мәжбүрлі түрде өткіздіруін талап етпей тұрып 3 сағатқа экспертизаға сағындық екеуін жібере аласыз ба? Бір-біріне что-то ішіп алдық деп жала жауып тұрған сияқты бұлар. Жібере аласыз ба? Рахмет, жібересіз ба? Хорошо. Переводчик келді. Саламатсыздар ма? Мен Алия Ортаева, қазақ тілді журналистпін. Есіп жабасаңызшы. Қазақ тілді журналистпін. Және де өзімнің қазақ тілін қолданатын адам болғандықтан заңгерге қазір қосымша сауалдар қоям. Бұл кісілер менен кешірім сұрап болғаннан кейін сол кезде маған аудармаға өзімнің сөзімді тәржімалап орыс тілінде сауатты жеткізіп тұра аласыз ба? Бұл кісіге. жазбаша аударма жасай аламын. Енді ауызша сәл не болсын, өзіңіз жөндеу көмектесіңіз. Хорошо, хорошо. Қазақ тіл маманы емеспін. Хорошо, түсіндім. Так, азаматтар, әйел затына шаптыққан бір жігітті 5 болып қоршауға алған әрекеттеріңіз үшін кешірім сұрайсыздар ма менен? Бізден. Сұрамайсыздар ма? Менде мәжбүрлік жоқ. Өздеріңіз білесіздер. Сөз айтқан үшін кешірім сұраймын. Рахмет. Ауыз бір айтатын бар. Кеше бізде спорттық іс-шаралар болды. Сол кезде Потише. айтсам бола ма сонда? Спорттық іс-шаралар болды. Сол кезде мен аяғымды шығарып алдым. Нет, вы что, опять провокационную сейчас действие делаете? Не переводят. Не переводят. Мне сейчас не надо вот это переводит. Они у меня про... Она должна знать. Провокации сейчас ведете свои. Это вы ведете. Провокационные вопросы задаете. Білім және ғылым министрі. Я вас также подам в суд. Ну, подайте, Без подайте, проблем, без подайте. проблем. Это ваши права. Это Ага. мои права, я их буду. Вы сейчас мне мешаете послушать Вы мне гражданина. А вы как себя ведете, как Мен журналист? жайлап аударып тұрайын. Вы как себя Вы шкала? Вы шкала, да, журналистов, которая определяет, как она себя ведет? Вот видите, Вы сейчас шкала, да? разговариваете на русском языке. А я сама выбираю, на каком языке. Я хочу разговаривать. Я в том языке буду разговаривать. Это вы шкала, да? Вы шкала журналистов, да? Это вы определяете журналистическое действие. Вы ведете себя ужасно. Так, Я закончу. это ваше мнение. Сугубо ваше мнение не касается меня. Вы, как вы хотите мнение ваше? Вы грубите сейчас. Вы сейчас грубите. А вы защищайтесь законным путем. До свидания. Мыналармен сөйлесіп, Так. Кеше бізде Спартакиада жұмыста қызметкерлер арасында Спартакиада болды да. Біз ана шағын футбол ойнадық. Сол кезде мен аяғымды шығарып алдым. Шыны керек. Қазір көрсет десеңіз көрсеткен қазір мына жерге мен не жазып берді андай. Гипс жасап, енді сынықшыға бардым өзім қазақша. Сынықшыға барып, соны не болып берді. Бірақ негізі маған үйде жат деді да. Мен осындай жағдай болып жатқан екен, ана жақтан келдім. Енді больничный ашып жат деді. Бірақ сізге дөрекі танытқан себебім сол жерде сәл ауым құрап, жаңағыдай мазам болмай тұрды да, сол үшін сізден кешірім сұраймын апай.
болды. Ренжімеңіз, мен сізді білмедім қандай. Кеше мен өзім телефон видео түсірдім. Бірақ мен жалпы осы обстановканы болатын жайт түсірдім да. Сіз обстановканы болып жатқан жағдайды түсіруге прокуратурадан арнайы рұқсат қағазыңыз болса ашып қойыңызшы. Рахмет үлкен. Қателік жасайтын болсаңыз ба, әлде сіз кеше өз тарапыңыздан журналисттің құқығын шектеуге әрекет жасағаныңыз үшін кешірім сұрайсыз ба? Не үшін түсірдіңіз? Кімнің тапсырмасымен түсірдіңіз онда? Өзім түсірдім. Не себепті? Сағындық жігіт түсіргеннен кейін мен өзім түсірдім да. Не себепті? Осындай болған жағдай түсіру үшін өзім осындай. Колледж болған. Блогерсіз ба, журналистсіз ба? Сіздің лицензияңыз бар ма? Лицензиям жоқ ондай. Сіз кез келген жағдай түсіруге прокуратурадан арнайы рұқсат қағаз алдыңыз ба? Және құрылғыңыз тексерттіңіз ба? Колледжде ішкі маңдай болады ғой. Ішкі тәртіп туралы қаулыны беріңізші. Дәл осы кісіге қаулы бекітілген ба? Жоқ, мен Түсіру туралы қаулы бар ма? сөзімді аяқтасам болады ма? Көріңіз. Сөзімді аяқтасам. Сразу алып келіңіз қазір 5 минут уақытта. Өйткені дайындап әкелудің қажеті жоқ. Ішкі тәртіп ережесін әкелесіз бір. Екіншіден, мына кісіге ішкі тәртіпті түсіруге шығарған қаулыңызды әкеліңізші. Так ары қарай кетті. Жалпы колледжде іс-шара болды, мынандай мероприятие болды. Актив залда іс-шара болды. Соны біз өзіміз видео түсіреміз ғой. Фейсбукқа не жазамыз? Жоқ, ол сіздердің ішкі тәртіптеріңіз. Журналистті түсіруге ішкі тәртіпте бар ма рұқсат? Қаулы. Ондай жоқ, ондай кешірім сұрап сізді кешірім сұрап. Егер мен қателік кетсе кешірім сұрап отырмын. Рахмет. Қателік кетсе ма, әлде кешірім сұрайсыз ба? Кешірім сұрап отырмын. Рахмет. Аты жөніңіз? Мадияр. Мадияр. Фамилия? Ақбаев Мадияр. Мадияр, кеше сіз менен рұқсат сұрамай мені фотоаппаратқа түсіріп тұрсыз. Не үшін? Мен сізге түсіруге рұқсат бердім ба? Сіз түсіріп жатсыз ғой өзіңіз. Сіз менің тірлігіме жауап бермеңіз, сіз өз тірлігіңізге жауап беріңіз. Мен тірлігім... Не үшін? Сіз түсіргеннен кейін мені... Түсіндік қой, мен түсіргеннен кейін сіз де түсірдіңіз. Не үшін? Сол себеп сол, сіз мені түсіргеннен кейін мен сіздерді түсірдім. Ары қарай себеп анықтық енгізіп беріңізші. Сіз түсіргеннен кейін мен өз-өзімді қорғаным үшін сізді түсірдім. Мен сізге қандай да бір қастандық жасайтын әрекетімді байқадыңыз ба? Сізді қорғау, сонда сіздер қорғау үшін кез келген адамды барып түсіре бересіздер ма? Заңды білмейсіз ба сіз? Кез келген адам сіз өзіңіз мені түсіріп тұрсыз. Сізді келіп ғимараттың ішінен іздеп тауып алып түсіріп тұрмын ба мен? Сіз келіп түсіріп тұрсыз. Сіз кешіріңіз. Сіздің кабинетіңіз қай жерде? Сіздің кабинетіңіз қай жерде? Кабинетім жоқ менің. Кабинеті жоқ адамды мен колледжді қуалап жүріп түсіріп тұрмын ба не? Мен сізді танымаймын, мен сізді білмеймін біріншіден. Екіншіден, менің мақсатым сізді түсіру болған жоқ. Сіз өзіңіз келіп менің кадрыма кіріп тұрсыз. Неге қашып кетпедіңіз? Әлде мен аяқ қолыңызды кілейлеп қойдым ба сол жерге? Фотоаппаратты қолыңызға ұстатып, мен сені түсіруім керек деп айттым ба? Кімге түсіру керек? Көрдіңіздер ма, құрметті көрермен қауым, бұлар не істеп жүргенін өздері білмейді. Білмейді. Сіз мені түсірдіңіз дейді, өзі келіп менің кадрыма кіріп тұр. Дәл осы азаматты мен танымаймын да, бұның бұл жерде істейтінін білмеймін да, бірақ қолындағы фотоаппаратымен журналист Алия Ортаеваны ескерту түсіріп тұр. Сағындықты түсірген тоже. Кім тапсырма берді сізге? Журналисті жүгіріп барып түсір деп. Журналист сіз соңыңыздан қуалап жүрген жоқ. Қуалап жүріп түсірді ма Сағындық сізді? Тікелей эфирінде мен көрмедім. Сізді Сағындық Мадияр қайдасың деп қуалап жүріп түсіріп жатқан. Онда неге сіз кадрға кіресіз? Неге кадрға кіріп тұрсыз? Журналистің объектісіне сіз кіріп тұрсыз ғой? Түсіріп жатқан. Сізде әлде журналистің алдына жүгіріп шықта, сөйтті сен мені түсіріп жатқан соң мен сені түсірдім деп түсіре бер деген сондай бір тапсырма берілді ма? Демек, сіз құқықты білмейсіз. Заң бойынша мен сізге түсіндіре кетейін. Қандай адам болса да алдымен түсіріп жатқанның мақсаты, ол түсіріп жатқан мақсатының аржағында оны түсірген кадрды қай жаққа пайдалану керек, сол туралы түсіндірме жұмысы жүргізілу керек. Сіз мені өзіңізбен шатастырмаңыз. Менің кәсібімді өзіңіздің кәсібіңізбен, өзіңіздің қызметіңізбен шатастырмаңыз. Сіздің менің қызметімде, менің журналистикалық действияма қатысы жоқ адам болғандықтан айтып тұрмын. Бірақ сіз, находясь в объекте моим, не воспользуясь своим положением, мені түсірдіңіз. Түсінікті ма? Сол үшін сіздің әрекетіңізді мен артық деп бағалаймын, және де кешірім сұрауыңызды талап етемін. Кешіріңіз, егер артық болса, артық түсіріп қойсам.
Теперь, хорошо, алыңызда фотоаппараттың сериясы, номері, дәл осы неге тіркелген ба, тіркелмеген ба, полный. Колледждің меншігі болып табыла ма, табылмай ма, полный жазыңыз. Көкетай, жаным әшейін, жасы үлкен егде кісісіз. Қазақ журналист болсын, ит болсын, мышық болсын, көк долы болсын. Қазақтың сіздің жасындағы еркегі дөрекілік танытпайды, тоқтам қоя біледі. Сіз неге кеше провокационный действияға бардыңыз? Қолыңыз қалтаңызда. Мен не шығармай тұрмын ба не? Барсында бұл қандай бұл әрекетің? Сіз осы колледждің балдарымен тура сондай қарым-қатынас жасайсыз ба? Андай сөз айтқандай қылып айтқан жоқ. Эфирде тұр. Өзі кімнің інішектің өзі? Шығармай тұр деп не қылып жатқаны Енді құлттаулы тұрғаны рас қой, ол эфирде тұр. Біз қазір бір-бірімізді ақтап, жақтап алу үшін тұрған жоқпыз. Біз бұл жерде аты жөніңіз кім? Сачан Павел. Кім болып жұмыс істейсіз? Қара жұмыс. Қара жұмысшыға келіп, болып жатқан барлық жағдайға араласа беруге мүмкіндік берілген ба? Сіздің функционалдық міндетіңізге есіктің забордың алдын күзету бекітіліп қойған ба? Мынаяқтан Қара жұмысшының функционалдық міндеті не? Функционалдық міндеті не қара жұмысшының? колледждің ауласын таза ұстау. Тыныштығын қорғау кіре ма, кірмей ма? Тыныштығын қорғау немесе тыныштығын бұзу кіре ма, кірмей ма? Бәрін көреміз. Кірес па? Қағаз жүзінде көрсетіңіздерші қаулы қарарларыңызды. Міне, маған директордың вот несі тұр? Бұйрығы тұр. Не тыныштықты қамтамасыз ету, немесе бұзылған тыныштықты анықтау туралы деп көрсетіңізші маған, өтініш сізден. Мен енді үлкен азаматтарды сыйлап үйренген қазақтың қызымын. Кешеде күлгенім сол, сіз неге дөрекі сөйлеп тұрсыз деп. Солай жалпы. Аман болыңыз. Теперь жаңа біз сөйлестік. Келістік. Ханым шығарсыз болды? Екеу, мен осы жердегі төртеуінің дедім ғой. Төртеу болғанда мен сөзім жетіп болды. Жоқ, камера. Кім тағы түсірді? Мынау жігіт заведующий ме, заведующий ме? Заведующий жазылды ма? Кім түсірді кеше, сағындық? Опа, мен не білемін, мына жігітке дедім мен. Заңгерші. Ол түсірген жоқ қой заңгер. Так, сізді тыңдап тұрмын. Ол кешірім сұрайын. Не үшін? Ау. Не үшін? Бірінші орында сіздің кім екеніңізді білмедім, ол жерде тұрғаныңызда. Ақталу қажет емес. Кешіріңізші. Кешіріңіз. Кешіріңізші. Мен айтайын. Коршкаңыз көрсетіңіз. Мен одан кейін өшірдім. Аха, түсірдіңіз. Енді, Иә, өшірдім. бірақ қайсы құрылғыңыз жазыңыз. Фотоаппарат жазылған жоқ. Жазып қойды апай. Так, сіздің телефоныңыз. Мына кісінің телефоны. Фотоаппарат қаны? Жоқ, фотоаппараттың сериясын сіз барып алып келе беріңізші, бұл кісімен сөйлесіп жатырмын. Мадияр айтсаңдар. Жалпы айтыңызшы. Мен келгенге дейін сіз журналистің ақпарат алуына кедергі келтіргесіз. Не себепті? Мен кедергі жасаған жоқпын. Сүру это кедергі. Сүру это кедергі. Суретке түсіріп, видео түсіріп жүрген жоқпын іште. Алло. Не істеп жүрсіз онда? Сіздің өзіңіздің жұмысыңыз бар емес па? Фотоаппарат алып келші. Видеокамера екеуін алып келші. Срочно. Сіздің өзіңіздің жұмысыңыз бар емес па? Жасайтын. Не істеп жүрсіз? Ау? Бұл жақта не істеп жүрсіз? Жоқ, сағындық не істеп жүргенін өздері біледі. Журналистің қасында не істеп жүрсіз? Мен бардым егесін. Журналист сізден сұхбат алам деді ма? Журналист сізден сұхбат алуың керек деді ма? Мен күнәм сол болды. Айтты ма негізі? Айтыңызшы, журналист сізден сұхбат алам деді ма? Кешірім сұрайын. Сіз неге журналистің жұмысына киліктіңіз? Бұл жерде определенный басшылық бар. Киліктіңіз. Жоқ, кедергі жасаған. Кедергі демедім, киліктіңіз деп тұрмын. Сізді іздеп жүріп, қуалап жүріп, тауып алып, сенен сұхбат алуым керек деді ма? Мен де артынан жүріп кедергі жасап жүрген жоқпын. Жоқ, сіз киліктіңіз ғой жұмысына. Неғып бұның қасынан табылдыңыз? Эфирге ілініп қалған шығармыз. Әшейін қасына өтіп баратып іліктіңіз ба? Бір сағат. Бір сағат іліктіңіз. Все, болды, түсінікті. Кешірім сұрайын. Рахмет үлкен. Сізге кірем қазір. Сізге 1 минут сұрағым бар. Кеше
аппарат жазыңыздар. Сіздің атыңыз тағы бір рет айтыңызшы. Айнұр ханым, кеше сіз өзіңіздің басшылық функционалдық міндетіңіздің шегінде журналистке сұхбат беруге, көремін деген нәрсесін көруге мүмкіндік жол ашып бермедіңіз, өзіңіз мойындадыңыз. Мен ақпаратты алуына да, юристтің жаңағыдай бұның үстінен ары жазуына да кішкене өзімнің ықпалым болды деп. Енді маған айтыңызшы. Сұхбат берілді, содан кейін білім басқармасының өкілімен территорияны арала деген кезде журналист мырза қазір әпкемді күтем деп аралаудан бас тартты өзі. Тағы да сондай болды ғой. Кешегі түндегі әңгіме бұл кісі мойындап болғаннан кейін мен видеоны салам, мен специально саған жауап едім кеше сіздің. Иә, мен қасында тұрған кезімде неттім деген. Енді қараңыз, кеше мойындайды да, көрдіңіздер ма, құрметті аудитория, бұлар ақпаратты қалағанша, өзінің күнәсін қалағанша бұрмалай алады да. Полиция қызметкерлері кеткен екен, аралады деді ғой саған. Полиция қызметкерін шақыруға қандай да бір негіз болды ма? Сіздерді қорқытты ма, үркітті ма? Жоқ, жалпы қасында тұрдыңыз, кеше мойындаған видео тұр ғой менде. Сіз айтыңызшы. Бұндай жағдайда юрист айтты. Причем тут юрист? Причем тут юрист? Басшысыз ғой сіз. Заң жағынан енді сол кісі жауап беретін болғаннан кейін, сіз қызықсыз. Сіз басшы ретінде өз тарапыңыздан сізге, юристке қарағанда полномочияңыз үлкен. Әркім өзінің субординациясын ұстау керек. Ол юрист субординациясын ұстамаса өзі біледі да, кешіріңізші. Заңгермен ақылдасып барып, кеше неге онда заңгер өзінің ақылдасып барып мыналардың бәрін тоқтатпады? Территорияда заңның бәрін керемет қадағалайды екен. Болды. Кешіріңіз, болды, еще эфирде тұр, шығып кетті ғой. Ақыры заңдылығын керемет қадағалап қояды екен. Почему тоқтатпады бұлар? Заңды, оның функционалдық міндеті туралы полный қағазды беріңізші, келіп журналистің жұмысына келуге деген бар ма? Одан кейін, кешіріңіз, 1 минут. Мен бастықтың алдына қазір танысу үшін тікелей эфирсіз кірем. 5-те дедіңіз, кеше. Сағат 5:00-де, үзбеңізші эфирді, пожалуйста. Кешкі сағат 5:00-де біздің қақпа жабылады дедіңіз. Бұл антитеррор әрекеті бойынша жасалып жатқан қадамдарыңыз ба, жоқ әлде ішкі тәртіптеріңізде солай ма? Адам бар болса да жоқ бізде жалпы. Құттайсыздар, иә? Жабылады, қарауға тапсырып. Күнде ровно 5-те жабылып жүр ма? 5:30-да жабылды кеше. Мақұл, күнде сағат 5:30-да жабылып тұр ма? Так, теперь маған қаулы беріңізші, бастық шығарған. 5:30-да жабылсын да, ішінде сыртында адам болса да, жоқ болса да, ашылмасын деген. Қаулы жоқ енді. Жоқ па қаулы? Бұл ішкі тәртіп ережесіне демек сәйкес келмейді, иә? Қаулы болғанда ішкі тәртіп ережесіне сәйкес келетін еді. Демек сіздің кешегі әрекетіңіз, жаптырған, жапқан бұл кісілердің әрекеттері ішкі тәртіпке сәйкес келмейді ғой, дұрыс па? Жоқ, 5:30. Мақұл ғой, ол қаулымен бекітілді ма? Енді сіз бұлай да сұрақты бұрмалай бермеңізші, мен жауап беріп жатырмын. Сіздің бір сұрақ бар. Қаулы жоқ екен. Әлақамен шығарсам оң жазып қойды. Рахмет. Мынаны сағындық қалтаңа салшы. Салтанат Әшірәлі заңгермен ақылдасатын басшы заңды өзі білмейді ма, сонда дейді. Бұл жерде барлығы заңды білмейді екен, заңды білетін бірақ юрист бар. Бұл юрист өзін қорғау үшін ғана заңды пайдаланады екен да, журналистердің құқығы туралы ештеңені айтпайды екен. Мына қараңдаршы, бопты. Вы имеете право вести видеосъемку, но вы не имеете права выкладывать где-либо мое изображение без моего согласия. Вы сейчас где находитесь? В колледже. Маған қазір, кешіріңіз, сіз айтыңызшы, маған қазір колледжде тұлғаларын түсіруге болмайды деген қаулы бар ма? Колледждің кез келген қызметкерін түсіруге болмайды деген қаулы бар ма? Жоқ па ондай қаулы? Бұл қазір қоғамдық орын болып табылып тұрғандықтан, бұл кісі қазір түсіп тұр кадрыма. Үйті келіп, тура кешегідей провокационный әрекетке барып тұр. Қазір қаулыны көрейін, тапсам алып келем. Сіздер осы күнге дейін өздеріңіз жасаған қаулыны танымайсыздар ма? Оқып көрмегенсіздер ма? Енді қаулы жоқ шығар деп ойлаймын. Жоқ шығар деп ойлайсыз. Қанша жыл болып жүр жұмыс істеп жатқаныңыз? Журналистер бүйтіп келіп, бұндай ситуация болмаған. Журналистер алдын ала келіп келісімін алып, келісімін білім басқармасының алған. Сіз журналистердің басқармамен сөйлескен тірлігіне араласпай, осындағы ішкі тәртіпке жауап беріңізші. Бар ма? Тұлғаларды осының ішіндегі түсірмесін, заңмен қудаланады деген. Мен енді ішкі тәртіп ережелерін жасайтын адам емеспін, мен өзімнің. Жоқ, оқытады ғой, сіздер таныстырады ғой жасаған адам. Таныстырмаған ба?
Білім және ғылым министрлігі осы орайда ішкі тәртіптің ешқандай да түсіндірме жұмыстары жүргізілмегендігін қаперіңізге алуыңызды, сондай-ақ колледждегі барлық жағдайды бақылауға алып, толықтай тексеру жүргізуді талап етеміз бұл колледжге. Өйткені көріп отырсыздар, ақпарат алуға келген журналисттен, енді былай айтайыншы, образына айтқанда, қасқыр көрген қоядай қашып па, жоқ әлде қалай өз сондай бір әрекеттерге барып, бір түрлі действиялар жасап, бұл келген журналист қандай мекемеге кірмесін, мемлекеттік құпиясы болмаған, стратегиялық объект болмаған жағдайда кез келген мәселені тікелей басшылыққа айтып, басшылықтың шешімімен қабылдайды. Енді осы орайда Шамшиева ханымды кез келген адам білім мекемелеріне кіретін не істесін деген екен, мен біліп отырайын деген екен. Бірақ кеше біз анықтадық, біліп отырайын деген мәселенің именно берілмесін ақпарат деген мәселе емес екенін. Осымен эфир тамам. Мен қазір ауырып отырған Тілек Исахметұлына үлкен рахмет айтамын. Өзінің еңбек демалысында және ауырып отырғанына қарамай, журналистің жанайқайына үн қосып, мен келдім қазір ештеңеге қарамай деген екен. Қолын алып, ол кісіге мән-жайды түсіндіріп кетуді мен азаматтық парызым санаймын, журналистік парызым санамасам да. Қайта қауышқанша.